Сәлем көрермен, менің арнама қош келдің. Бүгін бізде ағылшын тілін үйрену. Алдыңғы видеода мен уәде еткенімдей, осы видео сияқты мен енді фразалық етістіктерді жасағым келеді. Бірақ оны мен тек видеода қашан 100 қаралым болады. Видеоның басында айта кеткенде сол кезінде екінші бөлімін түсіремін осы видеоның. Бүгін бізде ағылшын тіліндегі көп кездесетін 10 фразалық етістіктер. Кеттік! Ең бірінші фразалық етістік ол give up. Give up деген берілу деген мағынаны білдіреді. Алдыңғы видеодан сәл үзінді көрсетем. Немесе бір фразалық етістікті алып, сол кездесетін өлеңді табу. Мысалға, give up, берілу дейді. Сияның осындай өлеңі бар. Never give up дегенде. Солай ешқашан берілме деп тұр. Осы сияқты Сияның өлеңіндегі айтылғаны уже ассоциация кетеді. Және give up сөзінің кейбір жағдайда аудармасы оны тастау деген білдіреді. Мысалға, she gave up smoking. Ол темекі шегуді тастады. Call off, тоқтату, жою. I want to call off the game. Мен бұл ойынды тоқтатқым келіп тұр. You wanted to call off the moon race in favor of cooperation with the sun. Put off. Кейінге қалдыру, кейінге көшіру. They put off the tennis match because of the weather. Ауа райына байланысты бұл матчты кейінге қалдырды. Осы жақта айтатын нәрсе because of деген сөз из-за, яғни из-за погоды байланысты. Ауа райына байланысты. Happy, I might get to put off IAB. Break up. Айырылысу, жүруді тоқтату. They broke up after 3 months together. Мына жақта broke up, яғни өткен шақта деп тұр. Негізінде break up. She's on the phone right now? Charlie, you've got to break up with her. Deal with. Адамға байланысты мен сол проблемаға байланысты сөз, яғни проблеманы шешу, ретке келдіру. Go deal with it now. Иди разберись с этим. Тез бар да, осыны шешіп кел. Now we're gonna deal with it. We'll figure out. We're gonna try a little. Келесі фразалық етістік ол speak up. Speak деген сөйлеу, up жоғары. Енді чуть-чуть логиканы қоссақ, онда жоғары сөйлеу. Ол даусыңды шығартып сөйлеш, кішкене қаттырақ сөйлеш дейді. Could you speak up, please? I can hear you. Кішкене қаттырақ сөйлей аласың ба? Мен сені естімей тұрмын. Your fella locked up in prison for murder. Speak up, please. You're gonna have to speak up, sir. Look up. Look it up in dictionary or in the internet. Наны сөздіктен іздеп қарашы дейді. Немесе интернеттен іздеші дейді. I'd look it up, but I threw all that shit out years ago. Your last name, I'll look it up. Call back. Кейінірек хабарласу. I will call back later, okay? Мен саған сосын хабарласам жарай ма? I'll call back at midnight to confirm. Don't call back. Look, she kidnapped. Make up. Жоқ, бұл макияж емес. Make up деген ол ойдан шығару. Make up the story. Осы оқиғаны ойдан шығару деген сөз ол, короче. Why don't you make up the words to this one? Ағылшын тіліндегі ең бір қызық фишка ол бір әріп бірнеше дауыс берсе, кейбір фразалар бірнеше мағына беріледі. Дәл осы сияқты фразалық етістіктерінде бірнеше мағынасы бар. Және мен бүгін солардың көп кездесетін мағыналарын айттым, және көп кездесетін фразалық етістіктерді айттым. Егер де кейбір жақтарынан сіз басқаша мағынасын көрсеңіз де, оны да жаттап алыңыздар, бірақ осылар көп кездеседі. Сонымен достар, сіздерге ұнады деген ойдамын, пайдалы болды деген ойдамын. Сонымен сіздермен болған мен Аружан. Ағылшынды бірге үйренейік, маған тіркеліңіздер, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және айтатын нәрсе, менде қазіргі таңда каналым өте шағын, және жақында ғана менде 200 тіркелуші болды, 200-ден асты. Үлкен рахмет тіркеліп жатқандарыңызға. Және соңғы видеолар менде басқаша контент, яғни ол реакциялар. Менің каналым шағын болғандықтан мен әртүрлі бағыттан өзімді тапқым келеді, сондықтан әртүрлі бағыттардағы видеоларды күтіңіздер, маған қолдау береді деген ойдамын, сондықтан тіркеліңіздер міндетті түрде. Сау, тіркел.
әрбір жаңа материалды қайталаған жөн, сондықтан бүгінгі үйренген фразалық етістіктерді міндетті түрде қайталаңыздар. Оны мен бәрін чек-листке жазамын. Осы чек-лист дайын. Бұны сіз менің телеграм арнамнан көре аласыздар. Жалпы мен әрбір ағылшын тілін үйрететін видеодан соң сол жақта жаңа үйренген материалдарды бәрін чек-листке енгізіп, оның бәрін телеграм арнама саламын. Сондықтан менің телеграм арнама тіркеліңіздер, кіріңіздер. Бәрі сілтемесі менің осы видеоның сипаттамасында. Және құрметті көрермен, менің алдыңғы видеода берген уәдемді ұмытпадыңыздар деген ойдамын. Егерде алдыңғы видеода менде 200 қаралым жинаса, онда мен фразалық етістіктерді үйренетін осындай нәрселерді қазақ тілінде шығарамын. Егерде осындайды қазақ тілінде көргіңіз келсе, онда алдыңғы видеомды көріңіздер және 200 қаралымды тез-тез жинап тастайық. Өкінішке орай бұндай қазақ тілінде мен тапқан жоқпын. Бар болса, міндетті түрде қалдырып кетіңіздер, басқаларға жәрдем істегізіп. Бірақ мен осындай нәрсені қазақ тілінде шығарғым келеді өзім. Сондықтан осы видеода қашан 200 қаралым болады, сол кезінде шығарамын. Яғни қазақ тілінде шығарғанын күтсеңіздер, онда осы видеоны бөлісіңіздер, басқалар да көрсін, солай 200 қаралымды тез жинап тастайық, солай қазақ тілін тез дамытайық, қазақ тілі арқылы ағылшын тілін үйрену керек, дамытайық, бірге дамытайық. Сіздер де маған тіркелу арқылы дамытасыздар, сондықтан тіркеліңіздер, лайк басыңыздар.